Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Сіздермен кезекті дәріс, яғни үшінші дәріс, бүгінгі сабақта өтетініміз мұнай кен орнын игеруге енгізу, яғни немесе мұнай игеру кезеңдері. Мұнай кен орнын игеруге енгізу дегенімізді қалай түсінеміз? Бұл сабақта мұқият тыңдасаңыздар, себебі осыдан кейінгі өтетін сабақтар осы бүгінгі өтетін сабағымызға тікелей байланысты болады. Кейінгі болатын сабақтарда біз бүгінгі сабақтың тақырыбын ашып, талқылап, қай сатыда қандай, яғни біз әдістерді қолданамыз, мұнай бергіштікті арттыру әдісін қай кезде қолданамыз деген сияқты сұрақтарға жауап беретін боламыз. Ең бірінші, мұнай кен орнын игеруге енгізу дегеніміз не? Мұнай кен орнын игеру бірнеше сатыдан өтеді. Бастапқы сатысы оны бірнеше бұрғылап және тұрғызу, ортаңғы сатысы немесе негізгісі игерудің жобалау көрсеткіші өтуі, мұнай өндірудің күрт төмендеу сатысы. Яғни бұл үшінші саты бізде. Мұнайды тұрақты және жоғарылаған сұйықты игеру кезінде мұнай өндіру төмендейді және айдау әсерінен өнімнің сулануы өседі. Соңғы аяқтау сатысы мұнайды өндіру төмендеген сайын өнімнің сулануы тұрақты өседі. Яғни бұл жерде айтылған мәліметтер қалай түсінікті болады? Келесі слайдтарда соны толық анық ашып айтатын боламыз. Яғни мұнай кен орнын игеруге енгізу, яғни бізге 4 саты бойынша бөлінеді. Оны жоғарыда айтып өттік біздер. Ең бірінші сатысы, яғни ол пайдалану кезеңі. Объектіні, яғни игеру. Өнімнің өсу сатысы, ол мұнай өндірудің максималды берілген деңгейге дейін қарқынды өсуімен сипатталады. Және пайдалану қоры шамамен 60-80%-ға дейін ұлғаяды. Ұңғы өнімі аздап суланады. Егер мұнай тұтқырлығы 5 миллипаскаль секундына дейін болса, 3-4%-ға дейін, яғни сулану процесі болады. Ал тұтқырлығы жоғары болса, 35%-ға дейін суланады. Бұл сатының ұзақтығы шамамен 4-5 жылды қамтиды. Екінші саты, мұнай өндірудің жоғары деңгейін бір қалыпты ұстап тұру. Яғни бұл сатыда 3-7 жыл аралығында мұнай өндірудің жоғарғы деңгейі тұрақты сақталады. Кейде тұтқырлығы аз мұнай кен орындары игеру кезінде бұл аралық бірнеше жылға созылуы мүмкін. Яғни 3-7 деген жыл біздегі тұрақты сан емес. Яғни мұнайдың тұтқырлығына байланысты бұл бірнеше 10-15 жылға да созылуы мүмкін. Резервтегі қордың есебінен ұңғылар саны максималға дейін өседі. Өнімнің сулануы бірінші сатыға қарағанда өседі. Және сулануға байланысты ұңғылардың аздаған бір бөлігі ұңғының пайдаланудың механикалық тәсіліне ауысады. Үшінші саты, мұнай өндірудің едәуір төмендеуі. Мұнай өндірудің тез құлдырауымен өнімнің сулануына байланысты 80-85%-ға дейін, яғни сулану сипатталады. Әсіресе тұтқырлығы жоғары мұнай кен орындарында сулану көрсеткіші қарқынды болады. Бұл сатының ұзақтығы алдыңғы сатылардың ұзақтығына байланысты және орта есеппен 5-10 жылды құрайды. Алғашқы 3 сатыны игерудің негізгі кезеңі деп атайды. Осы уақыт аралығында кеніштен, яғни алынатын мұнай қорының 80-90%-ы алынып болады. Яғни осы бастапқы 3 сатыда мұнай қорының, көмірсутек қорының 80-90%-ын игеріп аламыз. Және де ең соңғы 4-ші саты игеруді аяқтау сатысы деп аяқталады. Ол сұйық алу артып, мұнай алу қорының баяу төмендеу. Яғни біздің алатын сұйықтығымыздың құрамында мұнайымызға қарағанда, яғни көмірсутегімізге қарағанда біздің су тегіміз, яғни суымыз көп болады. Алдыңғы сатыларға қарағанда өнімнің сулануы тез өсіп, ұңғылар қарқынның азаю сипатталады. Бұл кезең аралығында жалпы өнім алу мұнайдың баланс қорының 10-20%-ын құрайды. Соңғы сатының ұзақтығы алдыңғы барлық игеру кезеңінің ұзақтығымен салыстырылады. Ол 15-20 жыл немесе одан да бірнеше ондаған жылды құрайды. Және экономикалық тиімділік шегімен, яғни рентабелділікпен анықталады. Бұл әсіресе
ұңғы өнімі 98 сулануда басталады. Енді осы айтып өткен мәліметтерімізді сіздерге яғни график түрінде салып көрсетсем. Бұл жерде суретте көрсетіліп тұрғандағыда, яғни біздер X, Y өсі бойынша график сызамыз. Бұл жерде біздегі QN және T, яғни астыңғы бөлігі бізде X-іміз, бізде яғни T. Бұл дейтін не деген сөз? Яғни біз қанша жыл өндіреміз, соған байланысты. Яғни 10 жыл, 15 жыл, 30 жыл, 40 жыл. Яғни бұл жерде біздің бір кен орнының мұнай беру, яғни жұмыс жасау уақытын көрсетеді. Ал QN дегеніміз ол жаңағы тәулігіне алатын біздің дебетіміз. Немесе қазақша айтсақ, мұнай өніміміз, күндік алатын. Енді бұл жерде басты назар аударатын, жаңа жоғарыда айтып өткен бірінші, екінші, үшінші, төрт деп сатыға бөліп орналастырдық. Енді бірінші сатыға назар аударайық. Бірінші сатыда біздер жаңа жоғарыда айтып өткеніміздей, яғни бізде графиктан көріп тұрсыздар, бірінші сатыда, яғни біздің қорымыздың өсуі бар. Уақыт өткен сайын біздің қорымыз өсіп жатыр. Жоғарыда айттық, бұл 5-7 жыл аралығында болуы мүмкін. Яғни сол аралықта болады көбіне. Осы 5-7 жыл аралықта бұл бірінші кезеңде біздің мұнай қорын игеру, яғни қандай технологиялық арқылы өндірілеміз, яғни мұнай өнімдерін жинау жүйесі қалай болады деген секілді параметрлердің, сұрақтардың жауабы шешілетін кезең. Сондықтан бұл бірінші кезең бізде ақшаның, яғни ең көп салынатын, яғни қаржының ең көп салынатын бөлігі. Бірінші сатыда, яғни бізде мұнайдың табиғи, яғни фонтанды әдіс арқылы біздер мұнайды игеріп аламыз. Сол себепті бұл кезеңде біздің мұнайда бірыңғай, яғни өсу деңгейі байқалады. Екінші кезеңіміз графикте көріп тұрсыздар, яғни біздің X өсі бойынша графигіміз тұрақталған. Яғни бұл екінші кезең біздің өнімді максималды түрде алатын уақытымыз. Сол себепті біз яғни дебет өспейді, яғни мысалы 7-8 жылға келгенде дебет өспейді, бір дебетті сақтап тұрады. Ол 15-20 жылға дейін, кейбір мұнай кен орындарында 10-15 жылға дейін болуы мүмкін. Бұл дейтін жоғарыда өткен, яғни мұнайдың тұтқырлығына және ұңғыманың сулануына байланысты болады. Яғни үшінші кезеңде бізде ұңғыма дебетінің, тұрақты дебеттің төмен қарай түсуі, яғни құлдырауы, қабаттың сулануы болып есептелінеді. Яғни сол себепті біздің графигіміз X өсінде төмен қарай құлдыраған. Y өсінде төмен қарай құлдыраған керісінше. Сондықтан осы кезінде бізде механикаландырған әдістер қолданылады. Яғни насостардың көмегімен біздер ECN деген секілді, винтовой насос деген секілді сораптардың көмегімен бұл сатыда мұнайды игеріп бастаймыз. Ең соңғы кезең, жоғарыда айтып өттік, бірінші, екінші, үшінші кезең бұл мұнай өнімінің барынша игеріп алатын кезеңіміз. Яғни 80-90%-ын, мұнай қорының 80-90%-ын бұл үш аралықта, үш сатыда өндіріп аламыз. Төртінші кезең, яғни біздің қабатқа әсер ету арқылы, әртүрлі технологиялармен әсер ету арқылы, бұларды біз алдыңғы кейінірек дәрістерде анық ашып өтетін боламыз. Сол әдістерді қолдану арқылы, яғни біздің мұнай өнімділік уақытын ұзарту болып табылады. Бүгінгі таңдағы әлемдегі ең басты назар осы төртінші саты кезіндегі, яғни методикаларды, әдістерді қолдану болып табылады. Төртінші сатыға мейлінше жаңағыдай бастапқы үш сатының жылын есептеу арқылы тағы да 10-15 жылға ұзартып мұнайды өндіре аламыз. Қысқаша ғана осы, яғни бұл жердегі ең басты назар аударатын мәселе біздің, яғни мұнай игеру кезеңі қанша сатыдан тұрады және қай сатыда қандай процестермен жұмыс жасаймыз, осыны басты назарда алып, осыны сақтап отыру керек болады. Себебі осыған байланысты біздің рентабелдігімізде яғни анықталып, яғни біздің салған қаражатымыз өнімімізбен қайтып жатыр ма, қайтып жатқан жоқ па, соны есептеу арқылы біз мұнайдың, яғни кен орнының
игеруін тоқтататын боламыз. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі дәрісте көріскенше.